Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай өте дәмді болып шығатын қамыр қосылған дәмді сірненің жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен қойдың сүйек аралас еттерін ұсақтап тураймыз. Бір пиязды және де сәбіздерді сақиналап ұсақтап тураймыз. Пешті қыздырып, май қызғаннан кейін осы еттерді алып бірінші қуырып аламыз. Кейбір тағам жасайтын ханымдар ең бірінші пиязды қуырып аламыз деп жатады. Ал мен осы сірнені жасаған кезде ең бірінші етті қызарғанша қуырып аламын. Ет қуырылғаннан кейін осының үстіне сақиналап туралған сәбізді және де сарымсақты салып, аздаған дәмдеуіштер қосып, толықтай батқанша су қосамын. Еттің астын басып баяу отта пісіріп, келесі кезекте қамырын дайындаймыз. Ұнға жұмыртқа салып және де тұз аралас суды қосып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамыр орташа қаттылықта болуы тиіс. Кез келген кеспе тағамдарына немесе ет тағамдарына қамырды қаттылау етіп илесеңіз, өте дәмді болып шығады. 10 минутқа иек қанғанша қамырды бетін жауып қойып, келесі кезекте оқтаумен осылай етіп қамырды жайып аламыз. Мен үнемі қамыр жайған кезде ортасын баспай екі шетінен баса отырып, осылай біркелкі етіп жайып аламын. Достар, менің каналымда көптеген осындай үйдегі қарапайым жасалатын көптеген рецепттер бар. Алдағы уақытта шығатын жаңа рецепттерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Жайылған қамырдың барлық жеріне май жағып, осылай етіп кесіп, екке бүктеп алып дөңгелектейміз. Сірнеге мен осылай етіп қамыр қосамын, себебі балалар өте жақсы көреді. Ет аздап қайнағаннан кейін үстіне осылай етіп картошканы екіге бөліп салып, және де бетіне бірнеше рет осылай дәмдеуіштерді сеуіп шықтым. Бетіне туралып кесілген қамырларды бір-бірлеп орналастырамыз. Арасына аздап тұз себе отырып, келесі кезекте 40 қабаттың жапырақтарын ұсақтап алып, осылай етіп бетіне ауыт бетінде етіп салып шығамыз. Бетін жауып баяу отта 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Қарасаңыздар, 40 қабаттар өте жұп-жұмсақ болып, барлығы жақсы піскен. Көп уақытыңызды алмайтын, өте жылдам дайындалатын, дәмді сондай ас міндетті түрде жасап көріңіз.